Саламатсыздар ма оқушылар, 3 сыныптардың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Біз деген 112 сабақта жалғастырамыз. Жазбаша түрде қалдықпен бөлу тақырыбы. Сабағымызды олай болса бастайық балалар. Біздің оқулығымыздың 69 бетін ашамыз, бірінші тапсырмаға қараймыз. Есептеулерді орында дейді. Өрнектен әуелі шығарып аламыз. Шығарып болған соң біз олардың жауаптарын кему ретімен орналастырамыз. Демек, үлкен саннан кіші санға дейін, яғни төменге қарай орналастырамыз. Сол есепті шығарып болған соң балалар, біз ғарыш ғылымының негізін қалаушылардың бірі Константин Циолковскийдің айтқан сөзін білеміз. Ол үшін әуелі есептерді шығарып алайық. Енді оқиық сөздерді. Ол бізге бүгін мүмкін болмаған нәрсе ертең іске асу мүмкін деп жазып кеткен екен. Балалар, ары қарай есепті жалғастырамыз. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Үшінші есепке. Конструкторда 338 бөлшек бар барлығы. 3 бала бөлшектерді бірдей мөлшерде бөліп алды. Қанша бөлшек қалды? Есеп бізде қалдықпен шығады. Ол үшін әрине бөліп аламыз. 112 шықты, 2 бөлшек артық қалды. Келесі төртінші тапсырма, төртінші есеп балалар. Конструктордағы 3 қалтаның әр қайсысында 112-ден бөлшек бар. Демек, әуелі екеуін көбейтіп аламыз. Ғарыш кемесінің моделін жасау үшін 289 бөлшек жұмсалды. Сұрақ, қанша бөлшек қалды? Көбейтіп, содан соң азайтамыз. Сонда 47 бөлшек қалды оқушылар. Келесі оқулықтың 70-ші бетін ашамыз балалар. Бізге сызба берген 5-ші тапсырманы көріп тұрмыз ғой. Сол бойынша есеп құрастыру керек бізге. Яғни мәтін есеп құрастыру керек. Біз былай құрасақ болады. Ғарышқа барлығы 50 әйел адам және одан 9 есе артық ер адам ұшты. Сұрақ, барлығы қанша адам ғарышқа ұшты? Есеп 2 аман шарт балалар. Біз бұл жерде 50 өтқан әйел адам, ал 50 көбейту 9 өтқанымыз ер адам. Екеуін қосамыз. Сонда барлығы 500 адам. Келесі 6-шы есеп. Конструкторда 145 қара түсті бөлшек бар. Бұл ақ түсті бөлшектерге қарағанда 40 дана артық. Конструкторда барлығы қанша бөлшек бар? Демек, ол 145 бөлшек қара түсті, ал ақ түске қарағанда 40 артық болса, бұл жерде біз азайтамыз балалар. 145 азайту 40 деп отқанымыз, бұл ақ түсті бөлшек. Демек, ақ түсті бөлшек 105, ал қара түсті 145. Екеуін қосамыз. Сонда барлығы 250 бөлшек бар. Әсіне қайық. Әсінде 145 қара түсті бөлшек бар, ал ақ түсті бөлшектер одан 40 артық. Бұл жерде қосамыз. 145-ке қосамыз. 145 қосу 40. Барлығы 330 бөлшек бар. 7-ші тапсырма балалар. Есептерді шығарамыз. 7-нің асы. Тік төртбұрыш пішінді жер телімінің ұзындығы 120 метр. Ал ені ұзындығынан 3 есе кем. Осы жер телімінің периметрін тап. Біз ол үшін бірінші балалар енін тауып аламыз. Ені ұзындығынан 3 есе кем. Демек, бөлеміз. Сонда бұл жерде балалар тік төртбұрыштың ені 40 метр, ал ұзындығы 120. Периметрін табамыз. Периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосып 2-ке көбейтеміз. Бұл жерде демек периметр 320 метрге тең. Ең соңғы тапсырма балалар, бұл бізде күрделі теңдеулер. Күрделі теңдеуді әуелі жай теңдеуге айналдырамыз. Содан соң шығарамыз. Бұл жерде мысалы қарайық балалар. 56 мен x-ің бөлінісі тең 10 мен 6-ның қосындысы және бөлу 2. Бұл жерде 56 бөлу x жазып аламыз, дәл солай. Енді жақшаның тең боладыдан кейін келесі жақшаның ішін орындайық. 10 мен 6-ның қосындысы 16. 16 мен 2-ның бөлінісі 8. Бұл жерде белгісіз сан 7. Орнына қойып тексереміз балалар. Екіншіңде солай. X азайту деп жазып аламыз да, 340 пен 10-ды бөліп аламыз. Ауызша 34 шығады. Тең болады. 12 мен 5-дің көбейтіндісі 60-ға тең. Демек, бұл жерде жай теңдеуге айналдырғанда
x пен 34-тің айырмасы 60-ға тең деп шығады. Белгісіз сан бұл жерде 94. Келесі үшінші теңдеуде әуелі жақшаны орындаймыз. Жақшада 44 шығады. Қосу y деп жазып аламыз. Енді келесі тең боладыдан кейін тұрған, яғни 786 мен 145-тің айырмасын есептеп аламыз. Мұнда белгісіз сан 597, орнына қойып тексереміз. Ең соңғысында дәл солай әуелі бөлуді орындап аламыз. Бөлу бұл жерде 484 пен 4-тің бөлінісі 121-ге тең. 121 мен x-тің қосындысы тең 210. X тең 89-ға. Жақсы, олай болса балалар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Каналға жазылыңыздар және жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар балалар. Видео салған кезде бірден алдыңыздан шығады. Сау болыңыз.